Темелікті тігетін боламыз. Енді біріншісін сыға қоямыз зигзагқа, екіншісін мындай өзінің петля сияқты суреті болады, соған қоятын боламыз. Одан кейін үшіншісін 5 ірі көлемде тұрады. Оны тігу барысында ауыстырып отыратын боламыз қазір. Енді жаңа петля тігетін жерімізді белгілеп алдық қой, сол жерді астыңғы жағында барлық жағын көріп, тексеріп, тегістеп қойып орналастырып алатын боламыз. Сөйтеміз, анау сызып алған сызығымыздан сол жаққа қарай, мына жаққа қарай тігетін боламыз біз. Инені сол шетінен бастап қойып аламыз да, 2-3 рет біраз 5-6 мәрте жүргізіп аламыз. Ірі жаңа 5-ке қойып, одан кейін 2,5 немесе 3-ке қойсаңыздар болады. Жаңа кішкентай киімдер болса 2-ке қойып тіксеңіздер де болады. Енді солай өзі жүреді. Сол бойынша жүргізіп аламыз. Сөйтеміз де қайтадан 5-ке қойып, шеткі бекітпе тігісін ірі қылып тігіп алатын боламыз. Енді петлямыздың екінші жағын тігетін боламыз. Ол үшін инемізді матаға кіргізіп тұрамыз да айналдырып аламыз. Айналдырып қойғаннан кейін жаңа тіккен жағымыздың тура соның екінші қатарынан тағы да 2,5-ға қойып, қасынан зигзагтап майда қылып тігіп шығатын боламыз. Тағы бір рет көрсетіп өтейін. Мынау сызған жерімізге инеміз тура түспей қалса, көтеріп жіберіп, қайтадан туралап қойып жібереміз да, біраз жүргізіп өтеміз. Тігіп, бір жерде тігіп етеміз. Бекітпе тігісі басының. Одан кейін сол жерден бастап, сол жағында тігіп шығатын боламыз. Петлямыздың бірінші қатарын, одан кейін қайтадан 5-ке қоямыз мына жағын. Сөйтеміз де екінші басын бекітіп тігіп алатын боламыз. Тігіп болғаннан кейін инемізді матаға кіргізіп тұрып, айналдырып аламыз да, жаңа тіккен жағымыздың екінші қатарын тігіп алатын боламыз. Қайтадан 2,5-ға қоямыз. Сөйтеміз де петлямыздың қасынан инемізді оралып қойып алып, соның тұсына түсетіндей қылып, арасы жақ болмау керек, қатты ашылып кетпеу керек, соны қарап отырып тігетін боламыз. Егер де бірінші рет тігіп атқан болсаңыздар, бірінші черновой вариантта жаман матаға 2-3 рет петля тігіп көріңіздер, содан кейін барып киімге тігетін боласыздар. Әрі өздеріңіздің қолдарыңыз шаттық және де әдемі болып шығатын болады. Осылай екінші қатарын тігіп аламыз. Сөйтеміз, артық жіптерін бәрін қиып алып тастайтын боламыз. Астыңғы жағы да бірдей түсу керек. Осылай бір бағытта арасы жақын болып түседі. Енді тескен кезде арасын осылай 2 бүктеп отырып, кішкене қиып алатын боламыз. Сөйтеміз, тігіске жеткізбей, ары қарай қиып барлығын дайындап алатын боламыз. Бізде осылай түсті барлығы. Осылай барлық петлямызды әдемілеп түзу қылып тігіп алатын боламыз. Сөйтеміз де тігіп болғаннан кейін жаңа арасын кесіп дайындап аламыз. Содан кейін барып түймемізді тігетін боламыз, сол жерге туралап қойып. Одан кейін етегін өңдеп қоямыз. Етегін өңдеп алып, петлясын тіксеңіздер де болады. Осылай барлық петлярымызды тігіп аламыз, содан кейін етегін өңдейміз, сосын түймесін қондырамыз. Тігіп болғаннан кейін тағы да тігістерімізді бастырып, әдемілеп үтіктеп шығатын боламыз. Менде осындай тігілетін түйме, бұндай түйме болатын болса, егер сіздерде де оны машинкада тігіп шығуға болады. Қазір ол машинкада тігу жолында көрсететін боламын.